Сәлем, достар. Сіздермен бірге отандық фильмдерге қысқаша шолу жасайтын қысқа нұсқа арнасы. Бүгін біз қазақ киносының танымал туындыларының бірі «Бизнесмендер» фильміне қысқаша шолу жасап өтеміз. Видео басталмас бұрын арнамызға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге жаңа фильмдерге осындай қызықты шолулар жасауға үлкен мотивация береді. Ал енді уақыт жоғалтпай, фильм оқиғасына бірге үңілейік. Фильмнің оқиғасы басты кейіпкерлердің студенттік шағынан басталады. Әрқайсысы өз жолымен кетіп бара жатқандай көрінеді. Бірі білім алып, оқымысты болуды армандаса, енді бірі саудаға жақын жүреді. Әркім өз болашағын өз қолымен қалыптастырып жатыр. Көп ұзамай Кеңес одағының соңғы кезеңі басталып, елде үлкен өзгерістер орын алады. КСРО президентінің қызметінен кететіні туралы хабар тарағанда, көптеген адамдардың тағдыры сияқты, кейіпкерлердің де өмірі күрт өзгереді. Өндіріс орындары тоқтап, зауыттар жабыла бастайды. Соған қарамастан Ануар инженер болу арманынан бас тартпайды. Ал Дамирге елдегі өзгерістер онша әсер етпегендей көрінеді, ол бұрынғыша өз өмірін сүріп жүреді. Асқар болса қолына түскен кез келген жұмысты істеп, оңай ақша тауып, оны тез жұмсап жіберетін адам болатын. Сол жылдары елдің түкпір-түкпірінде пираттық фильм көрсететін нүктелер ашылып жатты. Бір күні кешкісін Ануар балалардың әңгімесін естіп қалады. Ол кезде кім әрекет етсе, сол ақша тауып жатқан заман еді. Осы сөздер оны қатты ойландырады. Бір нәрсе істеу керек екенін түсінеді. Көп ұзамай үш дос бас қосып болашақ жоспарларын талқылай бастайды. Алайда кез келген бизнесті бастау үшін бастапқы капитал қажет болатын. Ақылдаса келе Ануар таныстарының бірінен көмек сұрайды. Олар сол адамнан видео кассеталарды реализацияға алып, үстеме бағамен сатып пайда таба бастайды. Уақыт өте келе олар тек кассетамен ғана емес, түрлі тауарлармен сауда жасайды. Кейін өздерінің серіктестігін құрып тоо ашады. Бірақ ешқайсысында нақты лауазым болмайды. Әркім өз қолынан келетін жұмыспен айналыса береді. Күндердің күнінде Ануар өзінің болашақ жарын кездіреді. Екеуі бірден тіл табысып көп ұзамай шаңырақ көтереді. Ал Асқар бұрынғы әдетінен жаңылмайды. Бір күні ол арзан микросхемаларды қымбатқа өткізіп, бір дүкенді алдап кетеді. Кейін сол ақшасына демалып отырған кезде дүкен қызметкері жігіттерді ертіп келіп кек алмақ болады. Соның салдарынан үлкен төбелес шығып, кафені астан-кестен етеді. Ақырында полиция бөлімінен бір-ақ шығады. Осы оқиғадан кейін Ануар тағы да ойланып қалады. Ол келесі деңгейге көтерілетін уақыт келгенін түсінеді. Сөйтіп достар енді несие және қолма-қол ақша айналымымен байланысты жұмыстарға кіріседі. Адамдарға ақша қолма-қолдандыру қызметін көрсетіп, жақсы табыс таба бастайды. Бизнес қарқынды өссе де, олар әлі де бүгінгі күнмен өмір сүріп жүретін. Бір күні серіктестері заңсыз, бірақ өте табысты ұсыныс жасап кетеді. Ол үш досқа ойланып көруді тапсырады. Жаңа жыл қарсаңында Ануар үйдегілеріне жұмыстамын деп айтып, достарымен саунада көңіл көтереді. Осылайша анасы мен әйелінің көңілін жиі қалдыра бастайды. Көп ұзамай оның қызы дүниеге келеді. Ануар әйеліне ертең түсте келіп алып кетемін деп уәде береді. Бірақ тағы да жұмысқа байланысты келе алмай қалады. Бизнестегі жетістіктері артқан сайын отбасындағы түсініспеушіліктер де көбейе береді. Ақыры әйелі мұндай өмірге шыдамай, үйден кетіп қалады. Ал бизнес бұрынғысынша жалғаса береді. Кейін достар тағы бір қауіпті жобаны қолға алады. Олар $500 миллиард теңге көлемінде несие алып, үлкен іске кіріседі. Алайда ақша Мәскеуде тұрып қалады. Осыдан кейін Дамир тағы бір мүмкіндік ұсынады, бірақ өкінішке қарай, олар алаяқтардың құрбаны болады. Осылайша үлкен шығынға бата бастайды. Ануардың анасы келіні мен немересін қайтаруды сұрайды. Ануар әйелімен кездесіп сөйлеседі, бірақ ойы тағы да бизнес мәселелеріне ауып кетеді. Оларды алдап кеткен адамдармен мәселені шешу үшін ол Анелдің ағасымен кездеседі. Ақылды әрі тәжірибелі адам көмектесіп, мәселені бейбіт жолмен шешіп береді. Осыдан кейін бәрі клубқа барып демалады. Сол жерде Дамир өзінің болашақ сүйіктісі Камиламен танысады. Әрине, бұл кеште төбелессіз өтпейді. Кейін қыздарды ертіп кеңселеріне келеді.
Ал Ануар болса өзінің қателіктерін түсініп, әйелінен кешірім сұрап, қайта оралуын өтінеді. Мұны естіген анасы қатты қуанады. Осы уақытта Дамир Камиланың көңілін жаулап жүрсе, Ануар өңірлерді аралап, жаңа бизнес бағыттарын дамытумен айналысады. Бір күні ол Cessna корпорациясына барып, бартерлік келісім ұсынады. Келіссөз сәтті аяқталып, елге қайтып келе жатқанда күтпеген жаман хабар алады. Мәскеудегі жобаға салынған $500 миллиард қайтару мүмкін болмай қалған екен. Осыдан кейін достар арасында түсініспеушіліктер пайда болады. Оның үстіне кеңсеге Толик есімді адам келіп, өз ақшасын қайтаруға уақыт аз қалғанын ескертіп кетеді. Бұл ақшаны кезінде Асқар тауып берген болатын. Ануар ақшаны 1 ай ішінде қайтарамыз деп уәде береді. Бірақ мәселенің шешімі табылмайды. Толиктің адамдары қайта-қайта келіп қысым көрсете бастайды. Ал Асқар болса көзге көрінбейді. Оны іздеп тапқанда қыздармен көңіл көтеріп жүрген болып шығады. Сол кезде Ануар бәрін өзі шешуі керек екенін түсінеді. Барлық құжаттарды жинап алып, ескі досы Нұрланнан көмек сұрайды. Нұрлан көмектесуге уәде береді. Сол күні Ануар Мәскеуге ұшып кетеді. Мәскеуде Нұрланның досы оны қарсы алып, мәселені шешуге көмектеседі. Енді ақшаны Қазақстанға жеткізу ғана қалады. Ануар барлық қаражатты денесіне жасырып, сөмкесіне салып, әрең алып келеді. Асқар ақшаны Толикке апарып береді. Бұдан кейін достар тағы бір бизнес жобаны іске қосады. Бұл жолы бәрі заңды түрде жүреді. Олар инвестициялық қор ашады. Бұл іске Ануардың анасы да көмектеседі. Оның құрбысының ұлы телеарнада жұмыс істейтін болып шығады. Сол арқылы жарнама жасап, компанияларын халыққа танытады. Жарнаманың арқасында клиенттер саны артып, бизнестері бұрынғыдан да қарқынды дами бастайды. Бірақ қиындықтар мұнымен аяқталмайды. Бір күні Асқардың бұрынғы кредиторлары оны ұстап алып, қарызын қайтаруды талап етеді. Ал Ануар автокөлік бизнесіне бет бұрып, Астана Моторс компаниясымен келіссөз жүргізеді. Дамир болса бизнеске аз көңіл бөліп, Камиламен уақыт өткізіп, оған үйленуге ұсыныс жасайды. Асқар болса уақытын казиноларда өткізіп жүреді. Дамир үлкен той жасап, жаңа туыстық байланыстары арқылы ықпалын күшейтеді. Бір күні Ануар достарын жинап алып, әркім өз жолымен кеткені дұрыс деген ұсыныс жасайды. Асқар бұл шешімге ашуланып кетіп қалады. Осылайша олар табыстарын бөлісіп, әрқайсысы өз бағыттарымен кетеді. Кейін Дамир Ануарға жаңа ұсыныс жасап, қайын ағаларының кәсіпорындарының біріне директор болуды ұсынады. Ануар бұл жұмысты қабылдап, кәсіпорынды аяғынан тік тұрғызу үшін бар күшін салады. Оның еңбегінің арқасында компания қайта жанданып, табысты жұмыс істей бастайды. Ануар үй сатып алуға мүмкіндік алады. Бірақ дәл сол кезде оған Асқар келіп көмек сұрайды. Ол үлкен қарызға батып кеткен екен. Дамир көмектесуден бас тартады. Сондықтан Ануар өз үйінен бас тартып, бар ақшасын Асқарды құтқаруға жұмсауға шешім қабылдайды. Алайда бұл қаражат жеткіліксіз болады. Ол тіпті әйелінің ағасынан қарыз сұрайды. Бірақ бәрібір Асқарды құтқара алмайды. Ақырында оны өлтіріп кетеді. Бұл қайғылы оқиға Ануарға қатты әсер етеді. Әйелі оған қолдау көрсетеді. Асқардың жаназасына Дамир де келеді. Ол анасына көңіл айтып, қаржылай көмек ұсынады. Кейін Дамир мен Ануар жеке сөйлеседі. Дамир өзгеріп кеткен еді. Ол кәсіпорынды сатуға шешім қабылдағанын айтып, бәрін тыныш жолмен жасағысы келетінін жеткізеді. Ануар бұған үзілді-кесілді қарсы болады. Осыдан кейін олардың арасы мүлде суып кетеді. Бірнеше күннен соң Ануардың үйіне бейтаныс қоңыраулар келе бастайды. Телефон шалған адамдар үндемей қояды. Ануар бәрін түсініп кеңсеге келеді. Сол жерде Дамирмен кездеседі. Ол Дамирге Асқарға көмектеспеген үшін өкпесін айтып, отбасын аңдытып жүргенін бетіне басады. Дамир ештеңені жасырмайды. Оның айтуынша, мұның бәрі тек бизнес қана. Бұған ашуланған Ануар бәрін тастап кетеді. Осылайша олардың достығы толықтай аяқталады. Арада бірнеше жыл өтеді. Бір күні Ануар отбасымен мейрамханада отырған кезде Дамирді кездіреді. Дамир өз өмірінің тамаша екенін, әйелінің Еуропада жүргенін айтып мақтанады. Ол әлі күнге дейін өзін кінәлі сезінбейтінін байқатады. Алайда бір қызық жайтты айтады.
Асқар әлі күнге дейін түсіне кіріп ақша сұрай береді екен. Бірақ бұл әңгіме де ұзаққа созылмайды. Екеуі бір-бірін түсіне алмайды. Ақыры Ануар орнынан тұрып кетіп қалады. Міне, достар, фильм осылай аяқталады. Егер осындай фильм шолулары ұнаса, міндетті түрде арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Келесі жолы қай фильмге шолу жасағанымды қалайтындарыңызды пікірге жазып кетіңіздер. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі кездескенше, достар.